8 қыркүйек күні аудандық ішкі саясат бөлімінің қолдауымен жастармен жұмыс жөніндегі ресурстық орталық және Ақсай жастар қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен Ақсай қаласының 55 жылдығы және Ақсай жастары бірлестігінің 10 жылдығына арналған жастар отанға жастар саяси лагері өтті. Дәстүрлі түрде жыл сайын қыркүйек айының басында өтетін бұл шарада ауданның белсенді жастары мен еріктілері Бумакөл ауылында бас қосты. Жастар отанға жастардың саяси лагеріне әр сала мамандары қатысып жатыр. Өндірістік аймақтарда қызмет ететін мамандар, жастар, соның ішінде белсенді ауданымыздың қаймақтары деп айтсақ та қателеспейміз. Ең белсенді деген жастар қатысуда. Әр сала мамандары, оның ішінде аурухана мамандары, білім беру, өнер, спорт, ішкі істер бөлімінен барлық ниет санатындағы жастар осы жерде жұмылдырылды. Оларға спорттық жарыстар өткізілді, туризмнан спорттық жарыстар ұйымдастырылды, сонымен қатар волейболдан спорттық жарыстар ұйымдастырылды, концерттік бағдарламалар өткізілді. Аудан әкімі Еркебұлан Нұридинұлы Ихсановтың қатысуымен аудан жастары жиналған бейресми кездесу ұйымдастырылды. Аудан әкіміне өздерінің көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойып, мәнді де мағыналы жауап алды деген ойдамын. Осы жастар отанға жастар саяси лагері осымен 10-шы рет ұйымдастырылып жатыр. Лагерге ауданның мекемелері мен кәсіпорындарында жұмыс жасайтын 40-қа жуық жас қатысты. Кездесу барысында психологиялық тренингтермен қоса спорттық шаралар, жастарға көтеріңкі көңіл күй сыйлау мақсатында аудандық демалу орталығының өнерпаздары өнер көрсеткен концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. 2012 жылы құрылған, сол 2012 жылдан бастап жұмысын бастап келе жатыр. Ақсай жастары жастар саясаты бойынша жұмыс жасайды. Бүгін міне Ақсай қаласының 55 жылдық мерейтойына байланысты және де Ақсай жастарына 10 жыл толуына орай жастар саяси лагері өтіп жатыр. Бүгінгі біздің шараларымыз бойынша туризмнан жарыс өтті және де волейболдан жарыс өтті. Қорытынды кезеңінде аудан әкімі Еркебұлан Ихсановпен бейресми кездесу өткізіліп, жастар өздерін толғандырған өзекті мәселелерге қатысты сауалдарын қойып, тұшымды жауаптар алды. Дипломмен ауылға енді Ақсайда келген жастарға өте қиын. Дәрігер болсын, мұғалім болсын, мәдениет, спорт саласын, ветеринария саласын, ауыл шаруашылық саласы қызметкеріне өте қиын. Сол себепті біз ауданға келген, яғни мәжіліс, сенат депутаттарының бәріне анықтама ретінде қай нормативтік актіге өзгерістер енгізу керек, қандай енгізу керек, біздің ұсыныстарымыз қандай. Сіздер вроде бақ жерлерде шығарып жатқан сияқты, мен сізге айтып өтейін. Біздің ұсынысымыз мынандай: Ақсай қаласы моноқаланы жаңағы дипломмен ауылға қосу. Несие мөлшері 15 миллионға дейін болу. Сонда жас келген адам 0,01%-пен үй алса, сол дәрігер келсе, аудандық ауруханада, емханада жұмыс жасайтын болса, тұрмысқа шықса, я болмаса үйленсе де біздің жастарға ауылда қалып қояр еді. Шындығында сол күшіне енеді деп бір үлкен сенім артып отырмыз. Жастар практикасымен биылдың өзінде 60-тан астам жастар практикасына 12 айға жолданып, 12 ай өткеннен кейін бізде көрсеткішіміз өте жақсы жастар практикасымен. Мұнай газ саласына болсын, өзінің мамандығы бойынша арнайы орта білім болсын, жоғарғы білім болсын, соңғы 3 жылда жұмыссыз жүрген болса, жастар практикасымен жібереміз. Сондай-ақ шара соңында Мәлік Мұқашев, Мейрамбек Сыдықов, Асылхан Қармысов есімді жалынды жастарға аудан әкімі атынан алғыс хат табысталды. Бүгінгі жастар отанға атты жастар саяси лагеріне шақырту алғаныма өте қуаныштымын. Себебі бұл лагердің берген әсері өте зор. Түрлі спикерлердің ойларын естіп, аудан әкімі Еркебұлан Нұридиновичпен бірге өткізген 1 сағаттық уақытымыз 1 минутқа да татымай қалды. Өйткені көптеген мотивациялық бағытта, көптеген шабыт ашар, ой толғандырар, өзінің тың идеялармен бөлісіп, біздерді жастарды келешектің кілті, келешектің бастар жолы біз екенімізді білдіріп, сенім білдіргеніне өте ризамын. Осындай отырыстар қаншалықты көбірек болса деген тілек. Бөл ауданы жастарына тек қана тыңбай еңбек етіп,
табыстарға жете беруіне тілектеспін. Айта кетейік, жастар отанға саяси лагері Бөрлі ауданында осымен 9-шы рет өтіп жатыр. Анаргүл Көшірбаева, Азамат Бабагөжиев, Қарашығанақ телеарнасы.